Жалпы мен осы қоғамдағы мына бір сөз, мына бір мәселе қатты толғандырады, қатты ойландырады, және көптеген адамның осы сөзді қате түсінуі қынжылтады деп айтсам болады. Яғни көбіміздің қолданатын мына бір сөзіміз: «Я Алла, бала берсең сана бермесең ала бер» деген сөзді өте жиі қолданамыз. Және осы сөздің артына жасырынып, көбіміз бала тәрбиесіне немқұрайды қарап жатамыз. Яғни, егер балаға сана бермесе, оны тәрбиелеудің ешқандай қажет жоқ. Тәрбиелеп қайтеміз, Алла сана берсін деген секілді жауапкершіліктен қашатын кісілерді өте жиі кездестіріп жүрмін. Бірақ негізінен бұл өте қате бір түсінік деп айтсақ болады. Енді көптеген қоғамдағы бетке ұстар аға әпкелеріміздің өзі көп жағдайда осы сөзді ұстанып, осыны насихаттап жүргеніне қарамастан, мен бұл сөзге өзімнің қарсы екенімді білдіргім келеді. Яғни бұл сөзді біз, менің ойымша, толық түсіне алмай жүрміз. Енді осыны бүгін сіздермен бірге талдап, қалай түсіну керек екенін сіздермен бірге қарастыруға тырысайық. Енді бұл жерде қарап отырсаңыз, қалай басталып жатыр? Я Алла, бала бер. Яғни перзентке зәру, немесе енді отбасы құрып перзент тәрбиелегісі келген жастардың бір дұғасы ретінде қабылдасақ болады. Я Алла, маған бала бер. Бұл өте орынды, өйткені дұғамыз әрқашан баланы тілеу, ол Аллахтан болады. Яғни баламыздың болғанын қалау, ол біздің табиғи бір қажеттілігіміз. Бұл өте қалыпты. Енді бұдан кейін не дейді? Я Алла, бала берсең сана бер. Міне біз осы жерде қателесеміз. Я Алла, бала берсең сана бер. Сана бер деген осы бір дұғаны көбінесе бала үшін сұрап жатыр деп қателесеміз. Бұл жерде сана бер деп сұраған кезде, балаға сана бер деп сұрап отырған жоқ негізінен. Ата-ана ретінде, болашақ ата-ана ретінде маған сана бер, бізге сана бер деп сұрап отыр. Яғни, я Алла, бала берсең бізге, ата-аналарға, болашақ ата-аналарға бізге сана бер. Ал егер сана бермесең, егер бізді санасыз ата-ана қылатын болсаң, егер біз саналы бола алмайтын болсақ, онда бізге бала бермей қой, онда баланы ала бер деп қабылдауымыз керек. Яғни жалпы айтқан кезде бұл жердегі сұралып отырған сана, ол кішкентай балаларға емес, нәрестелерге емес, ол есі бар ересек біздерге арналған нәрсе екенін естен шығармауымыз керек. Яғни маған сана бер, сана бермесең, бір баланы қор қылма, онда оны ала бер. Яғни оның қор болып, Абай атамыз айтатындай, тағы да бір итті, тағы да бір күшікті қайтесің дейді ғой. Сол секілді тағы да ит болып, ит өмір сүретін болса, оның қажеті жоқ, онда оны ала бер. Немесе жаһаннамның бір жаңағы бұтағына, отынына айналып, ертең ақыретін быт-шытын шығарғанша, одан да ол баланы ала бер. Егер мен оған саналы түрде ата-ана бола алмайтын болсам, саналы түрде оған дұрыс тәрбие бере алмайтын болсам, онда маған бала бермей қой деген дұға екенін негізі дұрыс түсіну керекпіз. Бізде өкінішімізге қарай көптеген ата-аналар осы дұғаны дұрыс түсінбей, барлық жауапкершілікті балаға жүктеп қояды. Ал балаға жауапкершілік жүктей алмаймыз. Себебі Алла тағала баланы жаратқаннан кейін 12-13 жасқа дейін, яғни балиғат жасына дейін оған ешқандай жауапкершілік жүктемеген. Оның істеген істерінің ешқайсысына ол бала өзі жауапты болып есептелмейді. Тек 12-13 жасқа жеткеннен кейін ғана өзінің істегеніне жауапты болады, және оған қосымша құлшылықтар және басқа да жауапкершіліктер жүктеледі. Демек, баланың саналы болатын жасы, ол осы балиғат жасына келген кезі екенін осы жерден түсінуімізге болады. Ал ол жасқа дейінгі кезеңдерде біз баладан сана күтуіміз, ол бір бос әурешілік. Яғни жаратушының қойған қағидасын түсінбеу деп қарастыруымыз керек. Жалпы менің ұстанымым және менің әрқашан айтып жүрген нәрсем, саналы ата-ананың саналы баласы болады. Сондықтан біз баламыздың саналы болуын қаласақ, онда бірінші біз саналы болу керекпіз. Онда біз Аллахтан өзімізге сана сұрау керекпіз. Өзімізге ақыл сұрау керекпіз. Өзімізге парасаттылық сұрау керекпіз. Санасыз ата-анадан санасыз балалар шығады. Бәріміздің балаларымыз саналы болсын.